Адам өзі жасамаған істің ақысын ала алмайды. Ел аузында мынадай бір хикая бар. Израиль ұлдарының арасында бір кісі болады. Ол Алла жолында 70 жыл құлшылық жасайды. Алла тағала оның құлшылығы мен мінәжатының қай деңгейде екенін періштелеріне көрсетуді қалайды. Сөйтіп оған бір періштені жібереді. Періште: "Ей Құдайдың пендесі, сен осынша жыл талмай құлшылық жасадың. Бірақ сен жұмаққа лайық емессің", деп адам сенгісіз хабар алып келеді. Сонда әлгі пенде сабырлы қалпынан танбастан: "Біздің жаратылу мақсатымыз Аллаға құлшылық ету. Сондықтан қандай жағдай болмасын, құлшылық етуден танбаймын", деп жауап береді. Әлгі періште қайта оралғанда Алла тағала: "Құлым не жауап айтты?" деп сұрайды. Періште: "Уа Раббым, оның не айтқанын сен жақсырақ білесің", дейді. Осы кезде Алла тағала: "Пендем құлшылығын үзбейінше, біз де оған деген кеңшілігіміз бен кешірімімізді үзбейміз. Періштелерім, куә болыңдар, мен оның күнәларын кешірдім", деген екен. Алла елшісі былай дейді: "Есепке тартылмай тұрып, өздеріңді есепке тартыңдар. Амалдарың таразыға тартылмай тұрып, оны өздерің тартып көріңдер." Әзірет Али: "Кімде-кім ешқандай әрекетсіз көздеген мақсатына жетемін деп ойласа, онда ол қиялға ерген адам. Ал кімде-кім бар күш-жігерді сарп етіп мақсатқа жетуге болады деп ойласа, онда ол өзіне ғана сеніп, Аллаға арқа сүйеуді ұмытқан жан", деген. Осы ретте Хасан әл-Басри мына сөздерінде келтіре кетейік. Ол кісі амал қарекетсіз жұмақты сұрау күнәнің үлкені десе, тағы бір сөзінде нағыз мүмин амалдың өзін емес, жасаған амалын санамалауды тастаған адам, деген. Алла елшісі былай дейді: "Ақылды кісі деп өлімнен кейінгі өмірдің қамын жасаған адамды айтамыз. Ал ақымақ адам ол нәпсісінің қолы болып жүріп, Алладан бір нәрсе сұраған адам. Қанша түніңді көз майын тауысып кітап оқуға, ілім ізденуге арнадың, қанша рет ұйқыны тәрк еттің. Ілім жолында осыншалықты қажет қайрат жұмсағаныңда түпкі ниетің қандай болды? Егер бар ойың дүниеге қарық болып, өз ортаңда абырой жинау болған болса, онда халің неткен мүшкіл еді. Ал егер түпкі ниетің пайғамбардың салып кеткен сара жолын жандандыру, кеменел мінез құлықты бойға дарту және жамандықтан алыстау болған болса, онда жолым болды дей бер." Мына өлең жолдар қандай тамаша айтылған. Алланы емес, өзген ойлап өткен түндер өлі түн. Бәрі бекер, басқасы үшін жыласам да күні түн. Қалауыңша өмір сүр, бірақ түбінде ғұмырыңның бітетінін біл. Қалағаныңды жақсы көр, бірақ күндердің күнінде онымен қош айтсасың. Қалаған ісіңді жаса, бірақ жасағандарыңа міндетті түрде жауап бересің. Ақида, логика, медицина, әдебиет, астрономия, география, грамматика секілді ілімдерден нендей пайда алдың? Жаратушыға қарсы келумен өміріңді өткіздің. Мен Иса пайғамбарға түскен Інжіл кітабынан мынадай нәрсені оқыдым. Адам баласы табытқа қойылғаннан бастап қабірге қойылғанға дейінгі аралықта одан 40 сұрақ сұралады. Соның біріншісі: "Ей пендем, адамдардың назары түсетін жеріңді түр әлпет, кескін келбет. Жылдар бойы әсемдеп көркемдедің, ал мен назар аударатын жеріңе, яғни жүрек, бір ретте көңіл аудармадың. Құдай тағала күн сайын сенің жүрегіңе қарата былай деп үн қатады: менің жақсылықтарымнан қолданасың, неліктен амалдарыңды өзгеге арнайсың? Осынды неге естімейсің? Жоқ әлде құлағың саңырау ма? Амалсыз білім ақмақтық, ал білімсіз амал болмайды. Есіңде болсын, бүгін сені күнәлардан алшақтатып, Құдайға бойсынуға жетелемеген ілім ертең сені тозақтың отынан сақтап қала алмайды. Егер қазірден амал етпей, өміріңді жөнге келтірмесең, ертең қияметтің күнінде былай деп зар илейтін боласың: Уа Раббымыз, біз енді ғана анық көріп, анық ести бастадық. Жалынамыз, бізді дүниеге қайтара көр онда. Өзіміздің һәм өзгелердің игілігі үшін игі істер істейік." Сәжде сүресі 12 аят. Сосын мына жауапты естисің: "Әй ақмақ, сен онсыз да сол жерден келген жоқсың ба? Бар қажыр қайратыңды, рухыңды шыңдауға жұмса, нәпсіңді тайраңдатпа, өлімді естен шығарма. Өйткені түптің түбінде барар жерің қабір. Қабірдегілер сені қашан келеді деп сәт сайын күтуде. Сондықтан олардың жанына азығыңды қамдамай барып қалма." Әбу Бәкір Сыддық былай дейді: "Адамның денесі құс асырайтын торға не ат қораға ұқсайды. Енді ойлан,
Сенің тәнің осы екеуінің қайсысына ұқсайды? Егер құс ұясы секілді болса, сен Раббыңнан, ал Раббың сенен разы болған күйде Раббыңа қайт деген дауысты естисің де, рухын биіктерге самғап ұшып, жұмақтың алып мұнараларына қонақтайсың. Бұған мысал ретінде Алла елшісінің Сағд ибн Мұғаз жайлы айтқан сөзін келтіруге болады. Ол кісі Сағд қайтыс болғанда Рахманның аршы дірілдеді деген еді. Ал егер Құдай бетін ар қылсын, тәнің ат қора секілді болса, Алланың мына сипаттауына сай боп қаласың. Олар мал сияқты тіпті одан да бетер. Ағраф сүресі 179 аят. Сөйтіп тамаққа жол тартуы мүмкін. Бірде Хасан әл-Басриға бір жұтым суық су беріледі. Сонда ол кісінің қозғалысы кілт тоқтап, есінен танып сұлқ түседі. Айналасындағылар абдырап не болғанын түсінбей қалады. Бір шама уақыттан соң есін жияды. Жанында отырғандар: «Уа Хасан, саған не болды?» деп сұрайды. Хасан әл-Басри былай деп жауап береді: «Құрандағы тозақтықтар жұмақтықтарға суларыңнан бір жаққа да біраз құйып жіберіңдерші, я болмаса Алланың өздеріне берген ризығынан бізге де беріңдерші» деп жалынып дауыстайды. Сонда жұмақтықтар: «Шүбәсіз Алла ол екеуін де кәпірлерге харам қылды» деп айтады деген аят есіме түсіп кетті. Егер амалдың ешқандай қажеті жоқ, құр жалаң білім адамға жеткілікті болса, онда Алла тағаланың құдси хадисте айтылған мына сөзінің мәнісі болмай қалар еді. Қажетін сұраушы бар ма? Кешірім тілеуші бар ма? Тәубе етуші бар ма? Бұл мына құдси хадистің үзіндісі. Раббымыз Алла тағала әр түні дүние аспанына түседі. Түннің соңғы бөлігі қалған кезде былай дейді: «Кім маған дұға етсе, оған жауап беремін. Кім менен бір нәрсе сұраса, сұрағанын беремін. Кім кешірім тілесе, оны кешіремін» деген сөздері бекер айтылған сөз болып қалар еді. Бірде сахабалар пайғамбарымыздың жанында отырғанда Абдулла ибн Омар жайлы сөз қылады. Сонда Алла елшісі: «Ол түнгі намазға тұрса, қандай жақсы жігіт» дейді. Басқа хадисте пайғамбарымыз бір сахабаға: «Түнде көп ұйықтама, өйткені көп ұйқы қиямет күні есін тақырға отырғызады» деп ескертеді. Түн ішінде тұрып тәһәджүд намазын өте аяты Алланың әмірі. Сәресі уақытында Алладан кешірім тілейтін аяты Аллаға шүкіршілік. Таң сәрден жарылқану тілеушілер аяты зікір, яғни Алланы еске алу. Пайғамбарымыз бір хадисінде 3 түрлі дауысты Алла тағала ұнатады. Олар әтештің дауысы, Құран оқыған адамның дауысы және таң сәріде Алладан кешірім сұраушылардың дауысы деген. Суфиян ас-Саури былай дейді: Алла тағала бір желді жаратқан. Ол жел таң сәрде соғады. Оған жүктелген міндет сол сәтте айтылған зікірлер мен истихфарды құдіретті күшті жаратушыға жеткізу. Бұған қоса ол кісі былай дейді: түннің алғашқы 1/3-інде аршының астынан мынадай дауыс естіледі: құлшылық жасаушылар тұрсын. Олар ұйқыдан тұрып шама шарқынша құлшылықтарын атқарады. Содан соң түннің ортасы болған кезде мынадай дауыс келеді: мойынсынушылар тұрсын. Олар да оянып таңға дейін Аллаға құлшылығын жасайды. Сосын таң атар алдында кешірім сұраушылар тұрсын деген дауыс шығады. Олар да оянып Алладан кешірім тілейді. Ал таң атып кеткеннен кейін ғапылдар тұрсын делінеді. Олар жылы төсектерінен сүйретіліп әрең тұрып келе жатады. Олар құдды қабірден тұрып келе жатқан өліктер іспетті. Лұқман хакім өзінің баласына айтқан өсиеттерінің бірінде: ұлым, әтеш сенен ақылды болып кетпесін. Ол таң сәрден бастап зікір айта бастайды. Сен сол уақытта ұйықтап жатпа. Мына өлең жолдары қандай тамаша айтылған. Түн жамылған құстар бақта тыным таппай сайрайды. Зікір етіп жаббар хақты жүрек жырын арнайды. Ашықпын деп жаббар хаққа ант ішкенім бекер-ау, болсам егер хаққа ғашық құстан асып кетерем. Ғылым үйренудің түпкі мәні мен мақсаты ұлы жаратушыға мойынсыну және де құлшылық жасаудың мәнісін ұғыну. Мына нәрсені біліп ал: жаратушыға мойынсыну мен құлшылық жасау дегеніміз оның бұйрықтары мен тыйымдарын сөзбен де іспен де атқару. Яғни айтқан әрбір сөзің мен жасаған іс-әрекеттерің шариғатқа сай болуы тиіс. Мәселен, айт күндері және тәшрих күндері ораза ұстасаң, асылық қылған боласың. Немесе өзгенің киімін күшпен тартып алып, сонымен намаз оқысаң,
күнә тапасың. Намаз бен ораза игі істерге жатқанымен, оны осындай кейіпте орындау адамды күнәһар етеді. Тәшриқ күндер деп Зүлхижжа айының 11, 12, 13 күндерін, яғни айттың 2, 3 және 4 күндерін айтамыз. Бұл күндердің бұлай аталуының себебі, тәшриқ ертеректе осы күндері сойылған құрбанның еттерін қажылар бұзылып кетпесін деп сүрлейтін болған. Сондықтан бұл күндерді тәшриқ күнге кептіру күні деп атаған деседі. Тағы бір деректе тәшриқ сыртқа шығару, көрсету деген мағынаға саятындықтан, мұндағы мағына тәкбір тәшриқті дауыстап айтуды білдіреді делінген. Сөзің мен ісің шариғатқа сай болсын. Себебі шариғатпен үндеспеген білім мен амал адасушылық. Іс-әрекеті шариғатқа сәйкеспейтін дүмшелерге алданба. Расында, шынайы тақуалыққа адам пайдасы жоқ көп сөзбен емес, нәпсін тізгіндеп, онымен үнемі күресу арқылы жетеді. Есіңде болсын, тізгінделмеген тіл, нәпсі қалаулары мен ғапылтыққа толы жүрек адамды қайғыға душар етеді. Егер нәпсіңмен шындап күреспейтін болсаң, жүрек Құдайды тани алмайды. Бұған қоса, маған қойған сұрақтарының кейбіріне жазбаша түрде не ауызша түрде жауап беру мүмкін емес. Себебі оны тек сезіну керек. Белгілі бір рухани дәрежеге жеткен кезде өзің-ақ түсінесің. Ал егер ондай дәрежеге жете алмасаң, оны сөзбен түсіну әсте мүмкін емес. Сезім арқылы түсінілетін дүниелерді сөзбен жеткізу қиынның қиыны. Мәселен, тәтті мен ащының айырмашылығын тек дәм сезу мүшеміз арқылы ғана түсіне аламыз. Мұны мына оқиғамен түсіндіруге болады. Бірде-бір белгісіз еркек өзінің үйленген досынан әйелмен қосылудың ләззаты қандай болатынын сұрайды. Сонда әлгі досы оған былай деп жауап береді. Досым-ай, сені белгісіз ғана ма десем, оған қоса сен өзі ақмақ екенсің ғой. Мұны тілмен айтып түсіндіру тіпті де мүмкін емес. Оны тек сезіну керек. Кейбір сауалдарыңа Ихия Улумиддин атты кітабында жауап берілген. Дегенмен оған мұнда қысқаша жауап бере кетейін. Тақуалық жолына түскендерге мына 4 қағида аса қажет. Бірінші, селкеу түспеген дұрыс сенім. Екінші, жасаған күнәсін қайта жасамауға бекініп, жасалған шынайы тәубе. Үшінші, ешкімнің ақысына кірместен адамдармен дұрыс мәміледе болу. Төртінші, Алланың бұйрықтарын жүзеге асыра алатындай деңгейде шариғатты үйрену. Содан соң ақиретке керекті болған басқа да пайдалы ғылымдарға ден қою. Ертеректе Шибли деген ғалым өткен. 400-дей ұстаздың алдын көріп, оларға қызмет еткен екен. Сол кісі былай дейді. Мен 4000 хадис үйрендім. Бұлардың ішінен біреуін ғана таңдап алдым. Сол хадисті өмірлік ұстанымым етіп, оған амал етіп келемін. Қалған хадистерді бір шетке ысырып қойдым. Өйткені көп ойлана келе, сол хадис мені жетістікке жеткізетінін ұқтым. Бұл хадисте әуелгілер мен кейінгілердің білімі қамтылған. Сол себепті соны қанағат тұттым. Ол мына хадис болатын. Пайғамбарымыз баз бір сахабасына бұлай деп насихат айтты. Бұл дүние үшін қам жасағанда, осында қалатындай уақытқа сай қам жаса. Ал ахирет үшін қамданғанда, ахиретте қалатындай уақытқа сай қам жаса. Аллаға қаншалықты дәрежеде мұқтаж болсаң, соншалықты деңгейде амал ет. Тозақ отына қаншалықты шыдай алсаң, соншалықты күнә жасай бер. Егер осы жоғарыда айтылған хадисті білсең, саған көп білімнің керегі де болмай қалады. Енді мына оқиғаға құлақ ас. Хатим Асам деген кісі Шақиқ әл-Бәлхи атты ғалыммен ұзақ жыл жолдас болады. Бірде Шақиқ одан былай деп сұрайды. Сен осы 30 жыл менімен бірге жүрдің. Осыншама жыл ішінде қандай нәтижеге жеттің? Деп сұрайды. Сонда Хатим: Мен сізден білім үйрену барысында 8 түрлі сабақ алдым. Және бұл менің жетістікке жетіп, ақиретте құтылуыма жеткілікті болады деп үміттенемін. Ол қандай сабақ? Деп сұрайды Шақиқ. Сол кезде Хатимнің жауабы мынадай болады. Бірінші сабақ: мен жалпы жұртшылыққа назар салдым. Байқағаным, әркімнің өзі жақсы көретін байланған нәрсесі бар екен. Ал сол жақсы көрген нәрселерінің кейбірі өлім сәтіне дейін, кейбірі қабірге түскенге дейін ғана.
Одан кейін жақсы көрген жандардың бәрі оны жалғыз қалдырып, әрқайсысы өз жөнімен кете барады. Ешкім онымен қабірде серік болмайды. Осыдан соң мен мынадай ой түйдім. Адам баласының жақсы көрген нәрсесі онымен бірге қабірге түсіп, о дүниеге бірге аттануы керек. Ойлап қарасам, қабірде серік болуға жарайтын жалғыз нәрсе ізгі амал ғана екен. Содан ақиретте серігім болсын деген ниетпен ізгі амалды сүйіктісіме айналдырып алдым. Екінші сабақ. Көпшілік адамдардың құр қиял қуып, нәпсі құмарлықпен күн кешіп жүргенін көрдім де, Құрандағы мына аяттар туралы ойға шомдым. Ал кімде-кім күндердің күнінде Раббысының дәргейіне баратынын ойлап, шынымен қорыққан һәм нәпсісін әуейліктен тыйған болса, шүбәсіз оның ақыр соңында барып паналайтын жері жәннат болмақ. Назиғат сүресі 40-41 аяттар. Құранның хақ екеніне одан сайын көзім жете түсті де, содан соң нәпсіме қарсы келіп, онымен шындап күресуге бел байладым. Оны ауыздықтап қалауын тыя бастадым. Осылайша нәпсім жаратушыға мойынсынудан ләззат алатын деңгейге жеткенге дейін осы әрекетімді жалғастырдым. Үшінші сабақ. Көпшілік адамдардың дүниенің соңынан жүгіргенін көрдім. Олар уыстарында тұрған дүниені айырылмастай мұқтап ұстап алған екен. Осыны көріп, мына аят туралы ойландым. Сендердің қолдарыңдағы дүние түгелдей таусылып бітеді, ал Алланың құзырындағылар мәңгілік. Нахл сүресі 96 аят.